ақпараттық жүйелер бөлімінің МК-115 топ жетекшісі Канибекова Алмагүл Максутовна. Бүгін өткізетін тәрбие сағатымыздың тақырыбы Абайды оқы таңырқа. Абай қазақтың ұлы ақыны, абай сазгер, философ, ақын, ойшыл, аудармашы, данышпан. Ол ел жұртының болашағын ойлап, халықты тұрмыстан, азаптан құтылудың жолын меңзеп, оқу білімге шақырған. Жаман әдеттен арылып, жақсылықты өз бойына жинауға үндеген. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Абай болашақ ұрпағына, яғни сендерге балалар, осылай сөзін арнады. Бұл өзі сүрген ғасырдың өзіне бейтаныс, басқа, бірақ жақын болашаққа сенімді жол салған ақынның сөзі еді. Ол жарқын болашаққа апаратын жолды өз халқына талмастан көрсетті. Ол жол ғылым, білім, өнер, мәдениет жолы еді. Абайдың даналығы да осында. Ал дара деген себебіміз сол заманда көзі ашық, көкірегі ояу, түрлі тілді меңгерген қалың қазақ арасында жалғыз Абайдың өзі болды. Енді ақынның өмірі туралы деректер тыңдайық. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей өңірінің қазіргі Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Абайдың шын аты Ибрахим. Әжесі еркелетіп Абай деп атап кеткен. Абайдың ата тегі тәрбиеленіп шыққан ортасы тобықтының шынжыр балақ, шұбар төс, ауқатты отбасы болған. Әкесі Құнанбай аға сұлтан, болыс болса, аталары Өскенбай, Ырғызбай, атақты әйгілі билер болған. Болашақ ақын жас кезінен өлең, әңгімеге әуес болып, әжесі Зере мен анасы Ұлжан аңыз әңгімелерін барлық ынтасымен тыңдайтын. Ауыл молдасынан арабша сауат ашқан Абайдың әкесі 12 жасында оны Семейге оқуға жібереді. Абай Ахмет Риза медресесінде оқыды. Медреседе араб, парсы тілдерін жақсы меңгереді. Шығыс ақындары Низами, Сағди, Сули, Хафиз шығармаларымен танысады. Медреседе оқып жүріп, 3 ай Приходская школада орысша оқиды. Жастайынан ел басқаруға араласқан Абай, қазақтың білгірлері, шешендері, ақындары, жыршыларымен жиі кездесіп, өз халқының рухани мәдениетімен ерте сусындайды. Өзі де билер секілді шешен сөйлеуге үйренді. Абай Құнанбайұлы, қалың елім қазағым, қайран жұртым. Қалың елім қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузына түсәй мұртын. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде күртін. Бет бергенде шырайын сондай жақсы, қайдан ғана бұзылдай сұртша сыртын. Ұқпайсың ба өз сөзінен өзге сөзі, аузымен орақ ұрған өңкей қиқым. Өзімдікі дей алмай өз малымды, күндіз күлкім бұзылды, түнде ұйқын. Құнанбайұлы ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Тілеуің өмір алдыңда, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Жасымда ғылым барды ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ержеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөпсірмесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біліп бердім, қызмет алсын шен қылсын деп бермедім. Абай Құнанбайұлы өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңі жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс шымыр кетсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушының көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір пара.
Сұр болт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Абай Құнанбаев. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алда маған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзді қарлық. Осы күнде осы елде дәнеме жоқ, мейір қанып мәз болып қуанарлық. 6-шы қара сөз. Қазақтың бір мақалы: генерал бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, оны білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, қамтырғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесі Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді, әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын істеседі. Мен қай жерінен бірлік шықты? Абай дара, Абай кемел озатта, жол салады әр өлеңі ғажапқа. Бар жазғаны даналық боп саналған, жалғыздардың жалғызы ол қазақта. Мыңмен жалғыз алысқан, арыстандай ереді, әр ақынды кезеді, Абайдың өлеңі өзені. Ары таза, иманы мол данышпан, заман үнін сезе білген алыстан, өлеңмен оятып әр сананы, өмір бойы надандықпен алысқан. Қазақтың асқан кемелі, жұрттың қамын жебеді, ақынның рухы өлмейді, Абай ұлы себебі. Кешегі ауырда, күңгірт заманда жалын боп жан білген Абайдың осы мұрасы туған халқы үшін еш қашанда сарқылмайды. Абай туған елін қаншама сүйсе, елі үшін күңіреніп, тебіренсе, бүгінгі ұрпақ оны сонша құрметпен сүйіп отыр. Абайдың көзі тірісінде жетпеген арманына біздің заманымызда жетіп отыр. Өйткені бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. Абай атамыздың атаңның баласы болма, адамның баласы бол деген өсиетін көкіректе нық сақтайық. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.